жүр екен деп ойлайды ғой. Мәселе ол өсекте емес, басқа да емес. Сіздердің сөйлесіп оңаша шыққандарыңыз факт қой. иә дұрыс айтасыздар. негізі сырт көзге ойлаймыз. Мен де ойлауым мүмкін, біреумен біреу сөйлесіп тұрса, бірақ менің бір айтатыным, адам баласымыз ғой, бір ушықтырып үлкейтіп айтудың қажеті жоқ. Барлығымыз бір-бірімізбен сыртта да осы реклама кезінде шығып сөйлесіп тұрамыз, сонда оның барлығының бір-біріне деген сезімі бар деген сөз ба? Жалпылама бір көңілім бар деген сөзді іліп алып ары қарай үйлендірудің қажеті жоқ. Бауырым, сезім деген бір бөлек, тағы айтамын. Ол көңілі бар деген бір бөлек. Енді сен не үшін қасынан қалмайсың деген сұрақ саған. Сен болдыңдар ғой екеуің, бәрін алдап болдыңдар. Енді өз-өздеріңді алдап отырсыңдар да екеуіңше. Сонда көріп отырған халық, мына жерде көріп отырған қатысушылар бәрі ақымақ па? Жоқ, бәрін жасайсың, отырасың, сөйлесесің, бірге сөйлесесің. Мына кісі де шыр деп сап қояды. Шыр деген шамшиге вообще қатысы жоқ екен, ол былай түсінікті нәрсе да енді. Білмеймін, қалай кімді алдайсыңдар? Bir сағаттап сөйлеседі екенсіңдер. Неған әңгіме ол, бір сағатта шешілмейтін. Мен ойлап тұрмын негізі, Балауса ханым, бүгін негізі Шерхан анша-мұнша күні былай костюм-шалбар киіп келетін бала емес негізінде. Бүгін бір сезімдердің тоғысатын күні деп жатырмын. Үміткері кететін, бұл жерге келмейтін білді Шерхан. Одан кейін костюм-шалбарын киіп келді. Қазір аяулының тарапына тұрып, негізі сендер дұрыс айтып жатсыңдар. Негізі менің сезімім бар еді деп айтып отырсам, мен таңғалмаймын мысалға Шерхан. Жоқ. Ғалымжан, сіз сол жерде болдыңыз ғой? Иә, мен екі нәрсе айтқым келіп тұр бұл жерде, Балауса ханым. Сол күні айтылған